Жеті қазына кешенінің тұрғындары тағы да дабыл қақты. Айтуларынша жаңадан қолданысқа берілген үйлердің сапасы сын көтермейді. Жылу жоқ, ыстық су тіпті келмеген дейді пәтер иелері. Жеті қазынаның аты затына сай емес. Тұрғындар жаңадан берілген үйде көгілдір отынның қосылмағанына шағымданды. Мәселе шашетектен. Тау болып үйілген қоқыстан көз ашпаймыз. Үйдің подъездері тазаланбайды. Құжаттардың да берілмегеніне бірнеше жылдың жүзі болды дейді шағымданушылар. Bir gün жылу бар да, bir gün жылу жоқ. Біз тоңып атырмыз. Балдарымызды не істейміз? Кішкентай балдар бар бәрімізде де. 90% үйінде жылулық жоқ. Су жоқ, мұздай су жоқ. Мусорлар алынбайды, подъездер жуылмайды. ЖЭК біздің обязан емеспіз біз дейді. Тұрақты бізде сіздің үйге тұрақты емеспіз біз дейді. Бізде документ жоқ. Соның үшін бізде документ ала алмай жатырмыз. Алмағанымызға ертең 4 жыл бітіп 5 жылға қарайды. Бізге документ берсін, газ берсін. Газ да жоқ бізде. Газ беріледі сразу деп. Документ алсаңыз сразу 1 жылда, 1,5 жылда документ аласыңыз, сол кезде газ береді дейді. Бізде енді 4 жыл бітіп 5 жылға қарады. Не істейміз керек біз енді? Білмейміз оны. Ипотекаға алғандарға олардың документтері бар. Жағы неге алғандардың документтері бар, жағы пенсионка алғандар, ал басқа адамдарда біздерде документ жоқ. Бірінші мәселе документ болып тұр ғой бұл жерде енді. Документтен кейін газ береміз дейді, бірақ енді документ берілмей газ жоқ. Одан қалса жылу дейтін, мен мына 5-ші подъезде тұрам. Барлығында ыстық болады, бірде салқын болады. А бізде вообще стабильность не жоқ та, жылу жоқ, былайша айтқанда. Ыстық су дейтін бірде келеді, бірде қап-қара болып келеді, иісі бар одан қалса. Сас мүмкін емес енді ол. Өздерінің тағайындаған ЖЭКтері бар, бірақ олар айтады біздерге ешқандай договор болмағасын, сіздер біздерге ақша төлемейсіздер, договор бойынша документтеріміз жоқ үйдің дейді, былайша айтқанда. Сосын порыв болады, біреудің үйінің үстінен су кетеді, біреу ремонттап болғаннан кейін ол үйін тас-талқан қылады. Енді ЖЭКке звондасаң бізде договор жоқ, қандай құзырлы органға барсаңыз да бізге бәрібір деп тұрды. Бізге келмейміз дейді. Застройщиктің өзіне хабарлассақ, жауаптан жалтарады, басын алып қашады. Тұрғындар мердігер мекеме есігін қағып шашаған. Құрылыс компания өкілдері оларды құр уәдемен мез еткен. Тұрғындар шағымына мердігер компания өкілдерінің де айтары бар. Строительство объекта началось. Нысан құрылысы 2019 жылдың ақпан айында басталды. Биыл қазан айында қолданысқа беру туралы акт қабылданып, қазір үйлерде өлшеумен айналысып жатырмыз. Барлық пәтерді жүйеге енгізумен жұмыстанудамыз. Бұл кешенде 10 үй 1600 пәтер бар. Яғни барлық пәтерлерде өлшеу керек. Қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кейбір тұрғындар келісімшарт рәсімдеп жатыр. Шамамен айдың аяғында сатып алу туралы келісімшарт жасау рәсімдерін бастаймыз. Бүгінгі болып отырған жағдайымыз мына қаланың су үстіртте су құбырының қысымы азаюына байланысты біздің котельный сумен жұмыс жасайды. Сол себепті байланысты содан котельныйымызға су давлениесі азайып өшіп қалды. Енді қазір момент ол кезде тағы да дополнительный қасына да газ құбырының қысымы да азайған. Оның барлығын қазір қарап біздің мамандар айналысып жасады, іске қосты. Қазір таңда үйге ысы келіп тұр, отопление бар. Ол бойынша біз айналысып жатырық. Ысы су көрмеген мүмкін емес. Бізде барлық өзіміздің котельныйымызды, өзіміз ысы суымызды өзіміз береміз. Ысы су бар. Мүмкін ол кісінің үйінде перепайка бар шығар. Енді ар жағында үйдің шаруасы болады, оны біз қазір қарап береміз. Ол кісілермен сөйлестік, адрестерін жазып алдық, қазір сол бойынша да кіреміз. Декабрьдің 1-нен ЖЭКімізді ауыстырдық. Сити сервиске ауыстық. Қазір жұмыстарын толықтай жасап жатыр. Тұрғындарды қазіргі таңда диспетчерге звондап отыр. Қабылдап заявкелермен. Компания өкілдері үйдің құжаттарын осы айдың соңына дейін рәсімдеп береміз деп отыр. Жылуға байланысты жұмыстардың да жүргізіліп жатқанын жеткізді. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс. Екінші желтоқсанда Маңғыстау тұрғынынан 44 келі бекіре балығы тәркіленді. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері Түпқараған ауданының 33 жастағы жергілікті тұрғынын ұстады. Бекіре балығынан бөлек 25 келіден астам атауы белгісіз балық пен тоңазытқыш тәркіленген. Түпқарағандық тұрғынды жедел қызмет кезінде криминалдық полиция шекара қызметінің қызметкерлерімен бірлесіп киік жедел профилактикалық іс-шарасы барысында ұстады.
Ұсталған 33 жастағы ер адамға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу амалдары жалғасуда, өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Ақтау қаласының іргесінде Басқұдық ауылы маңында рекультивация жасап қайта көмілген қоқыс полигонын арнайы техникамен қазып жүрген бірнеше адамнан құралған топ ұсталды. Олар жан бағу үшін темір-терсек теріп жүрміз деп ақталды. Қазу жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсат қағаздары да жоқ. Қашпаң, тоқтаңыз! Бәрсір, мәшінлерің тұруы қашқанда аяққа орасыңдар. Қашпаң, бәрің мұнда келің. Мұнайлы ауданының қоғамдық кеңес мүшелері арнайы рейд жүргізу кезінде жер қазып жүргендердің үстерінен түскен сасық иіс қолқаны жарады. Көпшіліктің жаз айынан бері жағымсыз иіске шағымдануы осы жерден басталған болса керек дейді қоғамдық кеңес мүшелері. Оқиға орнына құзырлы және әкімдіктен бірнеше мамандар шақыртылған. Кінәлілерге қатысты әкімшілік жаза тағайындалыпты. Ескі полигонды қазу бойынша хабарлама түсіп, полиция қызметкерлерімен бірге барып, әкімшілік хаттамасы толтырылды 5 азаматқа. Сонымен қатар автокөліктері айыптұраққа жабылды. Алдағы уақытта қазған жерлерін қалпына келтіру үшін шаралар қабылданатын болады. Қанша аумақ қазылғаны әзірге белгісіз, дөп басып айту қиын. Қазір мамандар тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ауыл әкімі залалдың алдын алу мақсатында жуық арада қайта көму жұмыстары басталады дейді. Аслан Мұхан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс. Балық шаруашылығындағы өндіріс көлемін 52 мың тоннаға дейін жеткізу мақсатында облыста 2030 жылға дейін 218 миллиард теңгеге 8 жобаны жүзеге асыру жоспарға қойылған. Бұл туралы өңір басшысы Нұрлан Ноғаевтың төрағалығымен өткен кеңесте Маңғыстау облысының балық шаруашылығы басқармасының басшысы Арман Молдашев мәлім етті. Өңірде 2022 жылы балық шаруашылығынан бюджетке 47 миллион теңгеден астам түсім болған. Басқарма басшысының айтуынша, бұл салаға мемлекеттен биыл 10 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп, 9 миллион 532 мың теңгесі игерілген. Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев балық шаруашылығы саласында кәсібін бастаймын дейтіндерге мемлекет тарапынан қолдау көбейгенін атап өтті. Басқарма басшысының мәліметінше, аталмыш салаға 218 миллиард теңге инвестиция тартылып, 278 жаңа жұмыс орындарын құру жоспарда тұр. Басқарма ашты. Солардың бәрін істеп отырғандар, сіздерге жағдай жасауымыз деп істеп отырмыз. Сендер қалай болу керек? Жазып беріңдерші мынаны. Заң қалай болу керек, ереже қалай болу керек. Жазып беріңдер, сосын біз айтайық. Мынаны жасай аламыз, мынаны жасай алмаймыз, мынаны бүйтеміз деп. Біз мына жерде отырып сіздерге ереже жаза алмаймыз ғой. Сондықтан сіздер қоршаған ортаға зиян келмейтін, экологиялық мәселеге нұқсан келмейтін, адамның өмірі мен денсаулығына қауіп келмейтін, тағы басқа сондай мәселелерді сақтай отырып, ыңғайлы жағдайды өздеріңізге алып алу керексіздер. Біз соған жасау керекпіз, рұқсат беріп. Сол бағытта қозғалу керекпіз. Ал жаңағыдай, мысалы табиғат пайдаланушылар сіздің ассоциацияның мүшелері. Ол жерде отырған, құрықта отырғандарда, фортта отырғандарда барлығы сол жердің жігіттері кімнің не істеп жүргенін біліп жүр. Сондықтан жігіттер ашық қарым-қатынас жасаймыз дедік па, ашық қарым-қатынас жасау керек. Жасамаймыз ба? Онда әр деңгейде, әр жиналыста тұрып, мемлекет көмектеспейді, бүйтпейді, сөйтпейді деген әңгімені қою керек. Әңгімен ашық сол ғой. Өздерің белді, білікті, беделді сөздерін өтетін жігітсіңдер. Айту керек қой. Сен кесірінен мен ана істей алмай отырмын жұмысымды. Ақтауда қазақ әдебиетінің классигі Әбіш Кекілбайұлын еске алу кеші өтті. Еңбек ерінің туған күніне арнайы ұйымдастырылған шара облыстық тарихи өлкетану музейінде болды. Абыз рухын ұлықтау рәсіміне Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Ұлықбек Тіналиев пен жазушының ұлы Дәулет Кекілбаев және өлкеге танымал зиялы қауым өкілдері қатысты. Жиналған жұртшылық жазушының ескерткішіне тәу етіп гүл шоқтарын қойды. Ары қарай облыстың бас имамы Әнуар Қажы Елжанов ғұламаның рухына Құран бағыштады.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wal Сонымен қатар облысымыздағы Әбіш Кекілбайұлы атындағы тарихи өлкетану музейіне абыз жазушының ұрпақтары мен жақындары бүгінгі атаулы күнге орай жазушыдан қалған құнды мұраларды сыйға тарту етті. Осы жәдігерлер біздің музейімізді қорын толықтырып жатыр. Одан кейін тағы да ол үлкен бір тағы да жәдігер, ол Әбіш ағамыздың өзінің еңбек ері алтын жұлдызы мен отан ордені, оны Астанадан арнайы ұрпақтары бізге алып келді. Қазір оны біз қазір көрсетеміз. Бірақ қазір олардың көшірмесі Өскеменде Монетный дворда жасақталып жатыр. Жылдың аяғына дейін ол біздің көшірмелер біздің музейдің экспозициясын толықтыратын болады. Ұлы тұлғаның ұлы да шараға ат салысып, әкесін осылай ұлықтап жатқандарға алғысын білдірді. Дәулет Кекілбаев абыз жазушының тырнақалды туындылары топтастырылған жинақтың тұсауын кесті. Бәріңе де рахмет айтамын. Мен сізге де теңдер дейді. Алла олды. Атқан ерлейін. Бұл жинаққа сол кезде Маңғыстау ауданының Сталин жолы, Ленин көшесінің ауданының газеттерінде жарияланды. Енді қазір осы үлкен шара естелік. Бүгін әкемізді еске алып, мына Құран бағыштады, гүл шоқтарын қойдық. Енді мына қазір қастарындағы бірге жүрген, бірге тұрған жас кезінен, студенттік кезінен өз ағалары, жеңгелері, інілері, қарындастар бәрі жиналып отыр. Бәрі осы шаңыраққа келіп, осы шаңырақтың астында қазір бәрі жиналып, мына жаңадан қойылымдар қойылып отыр. Мында ішіне мұражайға тағы толтырылған экспонаттар қойылып отыр. Қазір соның бәрін бірге көрерміз. Тұңғиық терең оймен сана иесі, данышпан жазушыны еске алуға арналған кешке қатысқан жұрт іс-шарадан кейін мұражайға қойылған жаңа жәдігерлермен танысты. Гүлжан Нұржан, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс. Заң керуені осындай атаумен Жаңаөзенде акция өтті. Жаңаөзен қаласы прокуратура қызметкерлерінің ұйымдастыруымен тұрғындарға құқықтық көмек көрсетілді. Шараның негізгі мақсаты құқықтық мәдениет деңгейін арттырып, заңдарды түсіндіру. Ашық форматтағы басқосуға келген жұрт өздерін толғандырған мәселелерін тікелей прокуратура мен басқарма өкілдеріне қойып жауап алды. Бүгін Қазақстан Республикасының бас прокурорының тапсырмасы негізінде және бас прокуратураның ұйымдастыруымен Маңғыстау облысы прокуратурасымен қазіргі уақытта Жаңаөзен қаласында заң керуені акциясы жүргізіліп өтуде. Бұл заң керуені акциясының негізгі мақсаты азаматтарды құқықтық сана сезімін арттыру, құқықтық мәдениетін жоғарылату, сонымен қатар азаматтардың көкейтесіз сұрақтарына дереу шешу, сол жерде қолма-қол шешу деп есептеледі. Сондықтан да қазіргі уақытта бұл акцияға облыстық деңгейдегі мемлекеттік органдардың барлығын басшылары қатысып отыр. Сонымен қатар Маңғыстау облысы прокуратурасының басшы құрамы қатысып отыр. Жергілікті билік өкілдеріне талап тілеген арқалай келгендердің бірі Зина Арсланова. Ол өзінің арызында жол қозғалысы мәселесін айтып, жаяу жүргіншілер үшін мамандардан жол кедергісін орнатуды сұрады. Айтуынша елді мекендердегі кейбір көшелерде жүргізушілер жылдамдықты шамадан тыс асырып жүргізетінін алға тартты. Жол мәселесімен келдім мен. Жол мәселесі мына жаңағы Олжас деген главный жолымыз бар ғой енді. Сол жерге светофор қойылған. Бірақ ол светофорға бағынып жатқан жүргізушілер жоқ. Кәдімгі мен өзім өткенде қатты қорқып өтем. Ол бала-шаға өтеді ол жерден новайына. Соған ежайше қойып берсеңіз деген сұрақпен келдім. Жалпы мынандай шаралар халықтың игілігіне жарап жатса, құба-құп болар, жақсы болар. Акция қоғамдағы белсенді халық пен мемлекеттік органдардың диалогын нығайтып қана қоймай, үйлесімді жұмысты атқаруға да сеп болуда. Себебі бұған дейінгі кездесулерде көтерілген түйіндердің барлығы дерлік оң шешімін тауып келеді. Аталған профилактикалық шара аясында Жаңаөзен қаласының әкімі де тұрғындардың ұсынысын тыңдап, оларды іске асырудағы басты міндеттерді жолға қою қажеттігін айтты. Заң керуені атты аудан қалаларда өтіп жатқан тұрғындарды қабылдау бүгін осы Жаңаөзен қаласынан басталып жатыр. Осы жерде
барлық заң өкілдері, мекеме басшылары, облыстық управление орынбасарлары, өкілдері, біздің Жаңаөзен қаласының барлық бөлім басшылары, өкілдері қатысып отыр. Мақсатымыз тұрғындарды осы жерден қабылдап, қандай да бір мәселесі болсын, заң жағынан болмаса басқа да өздерін ойландырып жүрген мәселелер болса, осы жерге ашық келіп айтып, өздерінің жауаптарын алуға бұның құқылы. Айта кету керек, заң керуені акциясы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жаңа Қазақстан мен әділетті қоғам құру бағытында қолға алынып отыр. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.